Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тофына күн не үшін ба, білмеймін. Көзім біртүрлі болып тұр. Достар, барлықтарына сәлем. Негізі күн түсіп тұрған жоқ, неге? Автомат түрде осындай оқыған болды. В общем, барлықтарына сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге мен Адиди достар. Бүгін менің каналымда Back to School 3-ші бөлім. Канцелярский заттар, туфли, сондайларды алуға мама мен папа или ағам үшеуміз. Папа барады или мама Мұхтар аға барады, водитель болып. Солар болып, в общем, канцелярский заттар алуға барамыз. Міндетті түрде күтіңіздер. Мен базарда түсіре алмасам, үйге келіп анпакинг түсіремін. Так что до конца көріңіздер. Осымен біздің видеомыз басталады. Лайк, подписка, комментарьды ұмытпаңыздар. Осы видеомызды ауырмай сырғамай аяғына дейін бітіріп алды. Аллам нәсіп етсін. Ендеше достар, вот таңертең басталған видеом кешкі сағат 6-да жалғасын тауып жатыр. Себебі біз жаңа ғана үйге келіп, вот киіміміз киіп. Мына киімнен басқа киімі жоқ па демеңдерші, пожалуйста. Дұрыс қой, енді мен бір аптада 3 видео түсіріп жатырмын. Бір апта бойы осы киім киіп жүресің ғой. Ол үшін солай. Давайте мен сіздерге осындай 3 пакет консерваларымды және 2 туфлимді көрсетемін. Мен биыл 2 туфли сатып алдым, оны мамам сатып берді. Күшті, я счастливая. Так, бірінші мынандай мини пакетигімізді ашып алайық. Бұның ішінде мен мынандай, как всегда, жылда мен осындай бір күшті ешкімде жоқ заттар тауып аламын. И биыл да осындай улитка, мына жағы өшіргіш. Блин, круто, да? А мына жағы бізде шығарғыш. Мынаны еще былай аккуратно жауып қоясың. Мынаны толғаннан кейін былай ашады екен. Мен мына жерін білмегем, қазір біліп тұрмын. Мынау күшті екен, прям вау. Я, супер. Бастайтын күшті адам шығарған екен. Бірінші сатым olsa. Екінші сатым мынау. Бұны мен сабақ қалған жоқ мен әрине, бірақ бұны мен бөлек бір видео шығарамын. Сол видеома керек болады. Так, достар, келесі сат. Бірінші мынау. Мынау оңман тұрмайды. Ой, былай не тұрады. Ой, жұмасынай. Баяда Турбо дейтін мультфильм болатын, сол сияқты. Содағы ұлы персонаж сияқты дегенім ғой. Потом мен тағы да өзіңе қатты ұнайтын калькулятор сатып алдым. Былтыр мен калькулятор сатып алмай, әркімге бір 5 деп жүргенмін, биыл өзім сатып алдым. Достарым, өзіңе. Очень осындай. Қазір пеналымызды ашып, ішіне орналастырған кезде ашатын боламыз. Жаным, аппақ, әдемісін сатып алғансың ғой. Күшті 5+5 деп көрейік. 60 деп шығарып тұр. 5+55 деген ғой. Сосын, такая циркуль сатып алдым. Құр циркуль. И қасына сызғышы, и өшіргіші бар. Өте әдемі. Сөзім жоқ. Тамаша. Керемет. Келесі. Шығарып алайын. Пакетті шықырлата бермей. Осындай қызыл ручка. Ұбытуға, дайындалуға, и конспектке жалпы барлығына. Білмеймін. Жерге түсіп видео түсіре саламыз ау, бүкіл зат жерге түсіп жатыр. Осындай көк түсті қара қалам. Сапты көк, үші өзі қара қалам. Потом, мынау уже келмей жатып, жынды болып жатыр ғой, үйге жетпей жатып. Мынау бізде андай ғой, мына жағымыздан қызыл, мына жағымыздан қара, мына жағымыздан көк шығатын осындай ручка. Осындай. Қазір пеналымызды бірге толтырамыз. Және қызыл түсті штрих алдым. Биыл мен, как всегда, қызыл и көк түсті заттардан тұратын не құрадым. Не дейтін еді? Пенал құрадым. Сумочка құрадым. Мен қайшым ғана. Қайшым таппай жатырмын. Қайшы сатып алмаған былтырғы аппақ қайшым. Мына жерде тұрған тоңды тауып саламыз тоже. А мен пенал вообще супер бомба. Вот такой вот пенал. Өте әдемі. Қазір ашып көреміз. Матасы прям күшті сияқты. Осындай пенал гүлдерімен сатында розовый түсті. Потом келесі пакетте бізде орыс тілі, биология деген секілді предметный тетрадьтар, в общем, пәндік дәптерлер. 6-6-дан 12 дәптер, в общем. Бәрі бір пачкада просто 12 дәптер. 12 деп жазылып тұр екен, отабесінде. В общем, 12 деген компания кіма бірдеме. Потом 12 деген компания 12 дәптер шығарама, бірдеме осындай распечатать, сөйтіп етіп, 48 бет пакет. Сосын осындай көп түсті мелый дәптерлер алдым. Бұлармен мен тоже ұбытыға и тіл үйренуге пайдаланатын боламын. Общий тетрадьтарым осындай болып басталып жатыр. Потом үйге А4 парақ алдық. Үйдегі А4 таусылға бет осыны алдық. А4-сіз күн көремай алып қоқсын деп айтпай қойын. Біз 3 айда ма 4 айда ма күн көрдік. Сабақ біткен кезде бітті. Біз на 4-да, потом енді алып шығарып бастадым десек. Потом бізде сатушы мынандайдан 2 пачка берді. И біз ойладық, бұл разноцветный ма деп сөйтсек, бұл бізде қара қалам екен. А жоқ,
мынасы разный цвет, анасы қара қалам екен. Чё дава, ева, күшті да, күшті. Как раз менде бояу қаламдар жоқ еді. Сразу осыны өзіме алып, маған биыл бояу қалам алмаған болды. Как раз сосын не алдым. Осы екеуін мен ұбт-дан таңдаған бейіндік пәніме арнайлап дайындыққа деп екі үлкен алдым. Біреу географияға, біреу ағылшынға. Мен осы құпия сияқты бүйтіп айтпай жүрдім. География ағылшын таңдап отырмын. Осы комбинацияны таңдадым мен, достар. Есеріп айтып қояйын деп едім. Мынаған мен осы тетрадым осы жылға арналған. Еще біз андай 12 беттік дәптерлер аламыз, кәдімгі көп дәптерлер, оны потом аламыз. Келесі пакет. Так, мынаны ашып, оны астыра берейік, иә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші рет ашқан затты всегда бисмиллямен ашқым келеді. Чтобы ол прям хайырлы болсын, керемет зат болғанын қалаймын. Хайырлы болсын. Вау, қандай әдемі. Осындай бірінші штрих. Ой, так. Штрих. Қара қалам. 3 қызыл ручка. Басына үшеу болады, потом білмейміз, біреу бір апайға кетеді, біреу бір оқушыға кетеді. Сөйтіп жоғалады, но барынша осы жолы ешкімге бермеуге тырысамын. Потом осындай менің былтырғы қара қарандашым. Және мынаны ашамыз қазір. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ой, бір аккуратно ашу деген тема жоқ менде. Бірақ маған қайтып аккуратно ашасың, кәдімгі тарақ қой. О, тобадан қайтып ашадым. Ой, алла. Қайшымды тауып алдым. Ақ қайшым. Бай. Анан қырғатпайын. Қағадырдың өзі. Ойлан, ашылы сонша қиын емес. Вот наяғынан да екен, прикиньте. Артынан бүкіл нәрсесі көрініп тұрады. Ну, өте деймі. Осын саламыз. Как раз, тура сыйып. Еще мынаны саламыз. Как раз, тура сыйып. Потом мыналарды саламыз қазір. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вау. Так, достар, келесі жаңа біздің вот этот карандашдарымыз. Это точно не цыганский, но сымайды бізде. Сондықтан мен ана, походу, сумкамның бір бөлігіне салып аламын. Мен сумкамды ашып алайын. Тут у меня живет моя сумочка. И вот сюда, мына қалтасына мен осы карандаштарым как раз сызылмайды, қақпақтары бар, барлығын осыны салып аламын. Мындағы очки тапсайын. Кешегі видеодан бері тұршы. Или наусына салып алайын ба сразу. Қошты былай аласамайын ба? Или былай алайын. Қошты былай алайыншы. Осылай әдемі. Біздің циркуль тоже сумкама осы бөлігіне саламын. Сосын қайшы осы жерге кете береді. Осының ішіне әдемі сыяды. Қоқысқа тастамасақ, қай жерге артақ болып кетті. Потом ана карандаштардан менде мыналар вот обычный карандаш. Бұлардан маған уже керек емес. Менде өзі 2 карандаш бар. Сондықтан мен мынаны просто қойып қоямын. И үйде кімге карандаш керек болса, адам ала береді. Потом текстовый делитель. Күшті текстовый делитель алдым осы жолы. Бұны мен тоже сумкама салып аламын. Сумкамнан алып, сол кезде пайдаланамын. Бұны тоже ашып салғанда жөн көріп тұрмын, потому что оны мен сабақтың үстіне тақырлатып ашып отырсам, это точно неудобно будет. Так что мен осылай. Ой, на точно сымайды. Ну ладно, сумкамызға сала саламыз. Ну ладно. Мен сумкамның мына бөлігі еще бір пенал болды ғой. Сосын бір обложка, енді биыл көп дәптер болмағаннан кейін, ну ладно, дәптерлерге деп, дәптерлерін ырымын жасайық деп, соларға арнайлап бір осындай қап алып. Сосын стикер алдым, чтобы ұбт-ға дайындыққа, конечно. Бұны тоже біз ашып, бисмиллахир-рахманир-рахим деп қолданамыз, но ол тоже біздің сумкамызда жүру керек. Но походу бұны ашпай қоя тұрамау мен. Потому что қазір пайдаланып жатқан жоқпын. Так что ол әдемі болып тұра бергенін қалап тұрмын. Сосын Max Writer'ның ручкасы мен осыдан аламын. Өзіме 3 ручка аламыз, 3 көк ручка и 1 жасыл ручка аламыз. Может керек болып қалар, может керек емес болып қалар. Ну, егер керек болып қалып жатса деп жасыл ручканы аламыз. Мына үштағышта сыймайды ғой на пеналға, ой алла. Мына кішкентай пенал толып кетті уже. А мынаны тоже мына жаққа саламыз, екінші пеналдан. Мынаны примерно мына сумканы арқаңмен тас етіп қоймау керек. Бүкіл ішіндегілер сынатының бәрі осы жақта. Сынат та қалады. Потом мен қатты қалаған затын алдым. Мен даусым естіліп жатыр ма? В общем, қалаған затын алдым. Мынаны қазір тоже салып алайын сумкама. Мен сумкам бір қызығы, мына артынан алған. И бір неудобности да осы. Түсінбеймін, қандай оймен шығарады осы адамдар. Ма, блин, андай сендер бола ма сондай мектепке заттарыңды көрсету үшін барғыларың келеді. Мен бірінші күні сол үшін барғым келеді. Ну, енді бүкілін көргім келеді, конечно, сыныптастарымды. И одан бөлек жалпы новыйдан зат алып, новыйдан киім алып, соларды көрсету үшін бәрін киіп, прям асыра сілтеп барғың келеді. Барасың, одан сентябрь күні ары қарай уже ручканың қалпағы жоқ, ары қарай қасында отырған бала сиясын сындырып тастайды, сөйтіп бітіп жатады.
мынандай закладка дей ма қалай, сондай алдым. В общем, кітаптың мына бетін былай бүйтіп магнитпен жауып белгілеп қою үшін алдым. Өте қатты ұнады осы зат, маған прям басым кетіп қалды осыған. Бүйтіп типа мынау маған мынау географияның дәптері деген сияқты осылай қойып қою үшін алдым. Типа вот так. Но одан бөлек мен бұған бет белгілеу үшін алдым. Мен всегда қай бетте оқуға ұмытып қаламын, но жоқ, ойнайтам. Мен олай ереже дәптерінде де болады. Ал кәдімгі кітапта мен үйге қай тапсырма берді, сол бетке дәптерім қойып қоямын. И кәдімгі дәптеріме үй жұмысы деп мынаны жазып қоямын. В общем, прям бастауыш ұқсап қараймын бар ғой үй жұмысына. Сол үшін істемеймін. Ол жағынан мен үйге не бермеді деп қиналмаймын. А мынау вот таза не. А мынау маған осы опытқа дайындалғанға өте әдемі кетті деп ойлаймын. Еще мына Луи. Мынау кәршема жазған, как раз Кореяға барғым келіп отыр. Осындай. Достар, мен осымен заттарым бітті. Почти что. Достар, плюс мында тағы заттарым бар, көрсетіп алайын. Сонымен достар, білмеймін, мына видео онша емес болған сияқты. Освещениеде барлығы не очень істеп тұрады ғой, мына видео атпай қалды сияқты, бірақ атса екен деп тілеймін. Мынандай спонжик сатып алдым. Ана да айтып спонжик сатып аламыз деп ше әлі. Сол мынау спонжигім алған. Ішіне мынандай бар. Консилерге білмеймін, походу бүйтіп киіп алдым. Мына жерге ғана жаңағыдай деймін. Мынаны мен вообще түсінген жоқпын. Мынаны да вообще жетістіп түсінген жоқпын. Мынаны и так менде бар. Мен просто бұны не үшін алдым? Мен мұны просто мынандай әдемі спонжик үшін алдым. Прям күшті былай да. В общем, мына жерге былай. В общем, жаға бересің, қазір бетім кіріп тұрса егер күні бойы базарда жүріп шаң болдың ғой енді яғни. Потом мынаны кисточкасына бола алдым. Еще бүйтеді. Мынаның кәдімгі доп-домалағы тұр. Оны 500 дейді. Мынаны 3 спонжигімен и бір осы кисточкасымен 600 теңге дейді. Қой айналайын, осыны аламын дедім. Менде де сәл выгода дейтін ой бар, айналайын деп шеген. Өзің ашуланып жүрсің ғой базарда. Сөйтіп осыны алдым. В общем, осындай. Бұны тоже үйдегілерге бір байлық тауып алғандай қазір көрсетеміз бәріне. Маған мына сумкамдағы ең қатты ұнайтын жер қайсы десе, мен мына бөлікті айтатын едім. Цветной карандаш, фломастер, штағыш, барлығы бар. Жалпы мен сыныпта қандай адам қызбын ғой. Не керек, соның бәрі табылады. Мен бұлардың сыныптағылар дейді. Сен сухой салфеткаға дейін табылады ғой деп ше. Сухой, кәдімгі влажный салфетка уже кеуіп қалған ғой. Да ешкім андай пайдаланбағаннан ше. Соның өзін сұрайды ғой, мен соның өзін беретінмін баяғыда ше. Қыздарға, в общем, ободок алдық. Әйтеуір мамаға, қыздарға, в общем, барлығын осындай ободок сатып алдық. Сосын мен өзіме мамам 2 повязка сатып алып берді. Менің хотелкам тоже самое было. Күшті образ жасаймын деген ақ және қарасын сатып алып берді. Тоже мұнда сала береміз. Тағатымызды тақпайтын болсын, үйдегілерге қазір көрсетемін ау деген заттың бәрін сала береміз. Потом сумкамнан шығарып көрсетемін. Үйдегілердің бәрінен сүйінші сұрап. В общем, такое дело. Қара резинкалар для меня. И мынандай бір қара резинка тоже для меня. А вот этот разноцветный и вот ақ уже сестренкаларға, в общем. Малышки для. И тут еще что такое? Мен полностью аштым ғой енді, оказывается, көрсетейін я. Ватный диск сатып алдық. Невидимкалар сатып алдық. Тоже моя хотелка, как всегда было. Еще мынандай невидимка сатып алдым. Мен қатты шашымды ұстайтын, менің мынандай қалың шашымды ұстайтын невидимка табудың өзі өте қиын бұл заманда. Сол үшін оған да мән беріп сатып алдық. В общем, менің как раз ватный дискім бітті. Соған турлап алдық. Сосын скраб для лица алдық. Мен осы уақытқа скраб пайдаланып көргенмін, бірақ маған үйдегі скрабтың есі ұнамайтын. Мама соған мама новыйын сатып берді. Жаным мамам. Туф, бір күшті. В общем, достар, мен бүгін тағы да бақыттымын. Менің бақытты күндерімнің уже 3-ші влогы. В общем, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Лайк басқа комментарий ұмытпаңыздар. Мына видео атам атпаймын, білмеймін, бірақ лайым атса екен. Қыркүйек айында оның атын мешама бірге жетеміз деп ойлаймын. Мына жақ білмеймін бар ғой, пакеттің шықырынан ба, мен дауысым естілмеді ма, или өзім бір мына видео онша емес шыққан сияқты ойланып тұрмын. Бірақ может күшті атып кететін шығар. Может, бәрі мүмкін. Всем пока, достар. В общем, лайк, подписка, комментарий ұмытпаңдар, подписканы ұмытпаңдар. Бәрін сендерден күтемін. Всем пока. Ой, мои друзья, мен туфлиларымды көрсетіп кеттім. Пока емес, күте тұрыңдар. Мен ана жерден бір пакет мусор шығарып, жинап болып, ана жерден бірақ көрдім, туфлиларым бар екен. Бірінші Шанельдің туфлиін алдым. В общем, мынандай қазір киіп жатқан балерина, балетканың. Но мен басы 4-5 хотела прям, но олардың маған размері келмейді. А мынау вот маған келді, наконец-то. Сондықтан осыны алдым. Туф, бір өзімді күлше қыз сезініп жатырмын. Өте керемет. Жақсы жағынан күлше қызы. Жұмыс істейтін жағынан емес десең, бір жынды болсаң. В общем, сондай. Екінші аяқ киімім тоже қатты ұнады. Мен 15 мың теңге Лора Пряна алғанша, 15 мың теңге осы 2 аяқ киімді алғанды дұрыс деп, сол аяқ сатып алдық. Мамам маған осынша 2 аяқ киім алып берді. Сондай мағынада. Кетіп баратамыз. Сосын, мына аяқ киім бар аласыз ба деп. Сосын мен басым кетіп қалды ана аяқ киімге. Мама да, я жібек деді. Мама екені әпересіз ба деп. Я деді, снап деді. В общем, екінші алып берді. Вот такой. Бұл уже бізде Луи Виттон деген жазылып бар. Но оған қатты мән берген жоқпын, но
менің көптеген аяқ киімдерім, көптеген киімдерім Луи Виттон мен Dior и Chanel менің сүйікті брендтерім. Қатты әдемі, өте әдемі. Мынау аяқта вообще күшті тұрды. Анаған қарағанда осы күшті тұрды аяғымда менің бар ғой. Мен прям қатты басым кетіп қалды. Мына көргенде онша ұнамаған, потом ұнап кетті. Осымен точно бітті достар. Все пока.